Жамбылда ірі көлемдегі заманауи көкөніс сақтау қоймасы пайдалануға берілді. Қоңыртөбе ауылында орналасқан нысанға 12 мың тонна тауар сыяды. Қойма арнайы мұздатқыштармен жабдықталған. Яғни көкөністер мен өзге де өнімдерді жыл бойы әртүрлі температурада сақтауға болады. Жоба құны 1 миллиард 800 миллион теңге. Жамбыл облысы бүгінде елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге елеулі үлес қосып отырған өңірлердің бірі. Әсіресе ішкі нарықты көкөніс өнімдерімен қамтуда аймақтың әлеуеті жоғары. Салаға жауапты басқарма басшысының сөзінше, бұл бағыттағы жұмысты күшейту үшін өңірде көкөніс сақтау қоймаларының саны артып, олардың сыйымдылығын ұлғайту бойынша бірқатар маңызды жоба жүзеге асырылуда. Нәтижесінде өнімді ұзақ мерзім сақтап, тұрғындарды жыл 12 ай сапалы көкөніспен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Заманауи қазіргі тоңазытқышы бар. Осындай заманауи қоймаларды біз ілгерілетіп, несиелендіріп, іске қосуды осы қолға алдық. Нәтижесінде бізде 374 мың тоннаға жуық сыйымдылығы бар 123 қоймаға жеткізіп отырмыз бүгінгі күнге. Енді 28 жылға дейінгі жоспарымыз 560 мың тоннаға дейін жеткізу. Яғни бұл дегеніміз біздің облыста шығатын бүкіл көкөніс бақша дақылдарын маусымдық кезеңге сақтауға оң септігін тигізеді. Бұл өз кезегінде біздің бағаны тұрақтандыруға да оң септігін тигізеді. Жоба аясында 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Нысанның жұмысымен танысу үшін облыс әкімі Ербол Қарашөкеев пен қала әкімі Бақытжан Орынбеков арнайы барды. Қойма қызметімен танысып, жауапты мамандармен пікір алмасқан аймақ басшысы тұрғындарды қолжетімді бағамен қамтамасыз етудің маңызын атап өтті. Голландиялық заманауи технология бойынша соғылған. Бұл жерде міндетті түрде вентиляциясы бар, сосын жаңа холодильный оборудованиясы бар. Бұл жерде картоп, пияз, сәбіз, одан да басқа жеміс-жидектер сақтауға болады. Бұл біздің облыс бойынша ең үлкен қойма болып тұр. Айта кету керек, алдағы уақытта мұнда ет өнімдерін өңдейтін заманауи кешен де іске қосылмақ. Құны 3,1 миллиард теңгені құрайтын жобаның жылдық өндірістік қуаты 7 мың тоннаға жетеді. Қыркүйек айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған нысан 150 адамды тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік бермек. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.